Аналар, бүгін сіздерге гипертонустың 6 құпия техникасы бар. Қалай баланың тонусын басуға болады. Бізде бүгін айым 6 айдан асқан, тонусы әлі де кетпеген. Соңғы рет 4 айында келдіңдер, 4 айында қабылдаған болатын. Әлі де бұл баламызға не керек? Массаж керек и моторный антагонист бойынша қазір баламызды біз дұрыс по-пластунски емдетуге шығарамыз. Ол үшін аяғын тонусын сүру керек. Әлі түспеген тонусы, сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Плюс ЛПК керек әрине. Ал кеттік, қалай жасаймыз? Қараңыздар, баланы бірінші етпетінен жатқызып алып, аяғынан бастаймыз. Мынау қолдарыңызды аласыздар да, екі қолыңыз мынау саусақтарыңыз артта, бас бармақтарыңыз алды жақта болады. Просто басамыз, былайынан не. Қаттырақ басасыздар. И тізесінің үстінен де, и жоғары қарай міне. 3 рет, не, былай 1 рет, 2 рет, және 3-ші рет. Мамасы үйде де істеп отырамыз. Үйде де қайталаймыз. Бір ғана рет, 1 сағаттың ішінде бұл нәрсені кетіру мүмкін емес. Екі жақты жұмыс істеген кезде ғана барып, біздер жақсы нәтижеге жетеміз. Азанда кешке, Сол үшін үйде де істелу керек. Не, Сіздерге дұрыс көрініп тұр, Енді қараңыздар. Және бір нәрсе, массаж жасаймыз. Баланың табанына емес, табанының үстіңгі жағына жасаймыз. Қазір балада қатты болып тұр, мына жерлері кәдімгідей тастай болып тұр. Себебі балада тонус бар, и мынау аяғын былайынан жатқызған кезде толық қоя алмай тұр, сол себепті. Аяқты тіреу үшін балада тонус басылу керек, тонус түсу керек. Сондықтан балаға мынау сыртқы жағына массаж жасаймыз. Оны да бірге осы жерде жасап кетеміз. Екі жанына, екі мынау тобығы дейді ма, тобығы, и мынау қарама-қарсы жағына жасаймыз. И мынау үстіңгі жағына. Одан кейін екі ортаны уқалап жібереміз. Одан кейін барып табаннан, табаннан былай ұрғылаймыз да, и саусақтарын кереміз. До конца былай керілу керек саусақтарын. Бала қазір тек қана саусақ ұштарымен жерді тіреп жатыр. Ол дұрыс емес, толықтай табанын тіреу керек жерге. Жағынан көріне ма? Міне қараңыздар. Толықтай саусақтарды керу керек. Так, ол кетті. Тура солай екінші аяғына да солай істейсіздер. Так, енді айым, аунай ғой. Енді артқы жағына келейік. Артқы жағынан біз қалай істейміз? Тонусты басу үшін ең бірінші балтырмен санды, санмен балтырды. Қараңыздар, қазір былай қойғанның өзінде де бала до конца былай қоя алмай тұр, аяқтарын ұштарымен тұр, Мынаны басамыз, яғни бұл жерде бұлшық ет айналымы дұрыс емес болып тұр. Сондықтан бұлшық еттің тонусын сүру үшін осылай қамыр илегенде, осылай илейміз. Ой, осылай илейміз, қарама-қарсы жағына істейміз. Былай. Болмаса, бүгін мен уже ютубқа салып қоямын, сояқтан көре бересіз ғой, Видеоға жазып болмасын. Былай. Осылай қайталаймыз. И енді баланың аяғы жерге тию үшін, до конца апару үшін мына нәрсені жасаймыз. Құйрықты басып тұрамыз. И табанды до конца жерге тигіземіз.
санаймыз. 10-15ке дейін ғана санап, болды жібереміз, я, баланы. Так, екінші жағына да тура сондай. Кәне, айым. Мына жерлер тастаймын, мына жерлерді. Бар өзінің күшімен неғыла берген ғой бұл. Еңбектеуге уже әрекет етіп жүр, төрт таңғы шығып кетеміз. Болды. Барынша көбірек істеген жақсы негізі да. Илеуді да, мына илеуді барынша көбірек істеген жақсы. Бала шыдағанша істей бересіз. Баламен занимация еткен кезде қасыңызда біреу баланы алдандырып тұру керек, я, міндетті түрде. Әйтпесе бала тек жалғыз өзіңіз болса істетпейді. Қасында жұбатушы бір адам болу керек. Қара. И былайынан жасаймыз. И енді аяғын қоямыз. Міндетті түрде құйрығын ұстап тұрамыз. Құйрығын басамыз. Міне қараңыздар да. Бұлай істеген кезде тию керек та до конца. А бұл баланыкі әлі тимей тұр, себебі тонус бар. Көрдіңіздер, я? Так, енді кеттік. Шешпей қойайын. Так, енді мына құйрықтан ұстайсыздар. Мына алақанды қай жағында тұрсыздар, сол жағына қарай былай басасызда, мынаны бүйтіп қысамыз өзімізге қарай. И мына екінші қолыңызды тура сондай қысып аламыз. Мына қолыңызды қатты қыспаңыз, өйтпей мына жерде бүйрек бар. А мынаны қатты қыссаңыз болады. Енді қараңыздар, осыны қысып алдыңыздар и алма кезек. Мынаны былай. Ары итересіз, бері итересіз, я? Осы кезде де баланың тонусы төмендейді. Қарама қарсы екеуін, я? Біреуін былай тартсаңыздар, біреуін арта тастар. Біреуін бері тартсаңыздар, арғы қолыңызды арта тартасыз. Бұны да бір где-то 10 шақтыр, істесеңіздер болады. 10-15 рет можно. Так, енді бір нәрсе көрсетіп жіберейін. Енді баланың шап дейма, осы жерінен ұстап, тоже тонусын басуға болады, аяқтарының, я? Бұлай қысып аламыз да қолымызбен, я? Маған қарап істей беріңіздер. И бұлайнан қатты қыспаңыздар, өзі білінеді өзі балаңызға ауыр тимейтіндей. Бұлай айналдырып шығасыз. Бізге мынау аяқты, мына жамбасты босату керек қой. Сол кезде біздер тонусын түсіреміз. Мына бұлшық еттің айналымы сол кезде өзгерген кезде, айналымын дұрыстаған кезде балада жақсы результат болады. Болды.